Амансыз ба балалар? Бүгін біз Хасан қызы Елена Булатукованың Кебахан деген хабары үстінде деріс анализ озғарамыз. Дерістің эпиграфы ата-бабаларымыздан қалған бір айту. Ана игілігін абырсаң білерсіңіз. Ол айту бізге айтады. Ана деген ең де биік орында алғаны яшауда. Ана бізге, балаларына әр заманда да қиынлықта да, ауырлықта да, ауырғанда да, сырқағанда да табылады. Дерісіміздің мұрады біріншілей, Хасан қызы Елена Булатукова Кебахан деген хабарын анализ ету, хабар бойынша білімлерін терінлету. Екіншілей, анадың жүрегі балада, баладың жүрегі далада деген ойды хабарда толыша шешу. Балады тербиялауда анадың орны ең бірінші ерде екенін көрсету. Анады сыйлау, өрметлеу әр баладың борышы. Хасан қызы Елена Булатукованың яратушылығымен бізді таныстырар Кульниязов Эмирлан. Оның балалығы қаршы Черкес Республикасының Қабез районының Қызылйұрт ауылында озған. Ол ең алдын Қызылйұрт баласындағы школасын Сомсаучы Дахе ауылының орта школасында қотылған. 1956 жылда Ленинград облысының Выбор қаласындағы оқытушылық институты Добрада қотылған. Қызылйұртта соң Екін йұрт школасында оқытушы болып құлық еткен. Оқытушы болып құлық етіп бастанған еллардан алып Булатукова балалар үшін хабарлар, ертегілер, ятлаулар yazған. Yazған ятлауларына аң шығарып, мандолинада ойнайды. Оның yazған шығармалары Ноғай дағысы газетаның беттерінде Лашын журналында Мамаментекел Булат деген интықларда баспаланғанды. Булатукованың атаман сөйлесу деген повесті орыс тілінде 1988 жылда Ставрополе деген альманахта шыққан. Атаман сөйлесу деген шығарма Ноғай тілінде 1993 жылда Айқасқан жолдар деген кітапта баспаланған. Yazушының 1994 жылда Алтыншаш деп аталып шыққан хабарлар ертегілер интығы балалардың шынты досы болды. Бұл кітапқа кірген шығармалардың яз арқында тербияларда үлкен мәнесі бар. Сыйлыға өрметлі ат деп туған еліміз Булатукованың халқынан еткен алар ісі үшін жоғары өкіметтік сыйлаға тиісті еткен. 1995 жылдың 5 мартта ол Россияның yazушылар членіне алынған. 1998 жылдың 5 ноябріне оға қарашы Черкес Республикасының маданияттың сыйлы құлықшысы деген ат берілген. Эмирланның хабарлап кеткен яратушылығына өзімде бір-екі ауыз сөз қосқым келеді. Ат тұяғын тайбасар деп, Ноғай айтуы Хасан қызы Елена Булатукова келіседі деп ойлаймын. Ол атасындай болып, тек Ноғай адабиятында туыл, қыралымызда, басқа миллетлі литературасында да танылған. Оның біз таныс 5 класста Кірпішік деген хабарыман, 7 класста Рахметтің қоңызы деген хабарыман. Хасан қызы Елена Булатукованың яратушылығы халық ауызлама творчествосына ювық тұрады. Оның шығармасы әдемшілікке, игілікке, алалыққа, құсларды, айванларды сүймеге үйретеді. Бүгін дерісімізде хабар үстінде құлық етейекпіз. Сол құлықларды озғарып, дерістің тамам шағында сіз маға түп мәнесін шешпеге кереклі боласыз. Міне, сізге экранда сөзлік іс. Мезар, өлік, місетке алмау, санға санамау, бәле, қаза, ақымақ, ақылсыз, нызамлы, дұрыс тербиялы бала. Әлі баслаймыз хабар үстінде іслеп. Якубова Амина, анама. Анама мен қарасам, қарап көзім тоймайды. Бұл дүнияда анамнан біреуді артық болмайды. Егер анам қайғылса, күн қауығын явады. Ана yüzü yazılsa,
күнді көзін ашады. Қиынлыққа сен түссең, ана сені құртқарар. Янын беріп сен үшін, ана отқа атылар. Бек разы мен анамға болғанға бұл дүнияда. Яшасынлар аналар янымызда дайымда. Баранбаева Фатима, Фарида Сидахметова, анама. Аямайсың өзіңді, аямайсың. Яшаудан арыдым деп еламайсың. Өмір бойы қайғылармен күресіп, ақ шашыңды қараға боямайсың. Тұншаймайсың, бір талай тұншаймайсың. Өзің үшін бір мезгіл яшамайсың. Ялғызлықпен ялғанлыққа бойсынмай, елуіңді бермеге ташанмайсың. Аямайсың, өзіңді аямайсың. Алғасап арт алдыңға қарамайсың. Біздің үшін яллап тұрған яныңды аямайсың. Неге аямайсың? Ана ақында көп елі сөздер айтпаға болады. Анаға бәрі шайырлерді өздерінің ең де елі аяулы сыдыраларын бағыслағанлар. Әлі түрлі шайырлердің ятлыларын айтады оқушылар. Учумова Айшат, анам. Яным ау дедің, яныңды сен бердің. Қаным ау дедің, қанымды сен бердің. Дүниям ау дедің, дүнияды көрдің. Дүнияға бергісіз балам ау дедің. Тәтлі ұйқынды таңда бөлдің. Ұйқылаштып таңда туған таң шолпаным сенсін дедің. Айыры емшекті иіп бердің. Емештіп балдай тәтлі дүния зауқым сенсін дедің. Ішеш дедің, ішкініме сен тоймадың. Еге дедің, егініме сен қанмадың. Авыр күнде сен айтпадың қиындып. Қайратландың, арымадың, талмадың. Капитулаева Амина, автор Асан Найманов. Анаға разылық. Анам менің аяулым. Қайдай алал әдемсің. Ақыл сөзбен айтқанда ер үстінде енетсің. Саға анам разымын. Аттың жүрек басында. Маслағатлы сөзіңмен болаш дайым қасымда. Бесік етіп етекті мені ялғыз өстірдің. Тапқаныңды егістіп, шит алымнан ер еттің. Саға анам yorаймын, ұзақ өмір, ден саулық, Алладан тілеймін, болсын саға сый даңқлық. Балалар енді экранға қарайсыз. Сізге әлі ана ақында ерді ерлайды Язлиева Заира. Kızım olsan döndü, yürüsün o
бір екі ятлау тыңлап берейік. Боранбаева Милана, автор Кадрия Темірболатова. Ана деген яшау берген дүнияға, ана деген ерде жүрген пайғамбар. Досыңда да, яуыңда да ана бар. Төктірмейік аналарға көз ясылар. Yok yaşaудың өлшей таған басы, саналмайды ол алтынман, ақшаман. О анаңның саға берген сауғасы, бір заманға оны мұтып болар ма? Ана қар үріткен жүрегің, бала үшін ару талу білмеген. Аяз кеше омрауда елітіп, ауруға бұғып елді бермеген. Дүниядың ер-ерінде қазават, нәлет болсын оның оттың яққанға. Бір-біріне қарсы болған ямағат, қарашыңыз елайтаған анаға. Ана қазаватлар тоқталып, ян ендірген әр сәбейін сау болсын. Басын ейіп келсін сенің алдыңа. Дерісімізді тамамлай кере, көп іслер озғарып, біз айтпа боламыз, қартлық, ол күнә туыл, ол атақ. Біз қарт адамларды сыйламаға керекпіз, тыңламаға керекпіз. Анадың орны белгілі, бәрімізді сыйламаға керекпіз. Дерсім тамамлай кере, мен сіз Ибрагим Кумбаровтың «Қорламаңыз анады» деген ятлауыммен бітіргім келеді. Анам-ау, қайтып сені мұтайым, сенсіз маға салған асты, қайтып енді ютайым. Кетпесінлер естен еш, аналардың сөзлері, жұлдыз болып тұрсынлар, сүйім толы көзлері. Сөз қайтарып анадың, күйдірмейік жүрегін, оны сыйлап, өрметлеп, бажарайық керегін. Сонымен дерісіміз бітті. Келген қонақларға да, оқушыларға да үйкөн сау бол айтқым келеді.